Hi everyone, сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі сабақта өтетін тақырыбымыз possessive adjectives, яғни ағылшын тіліндегі тәуелдік жалғаулар. Бүгінгі жаңа тақырыбымызды өтпестен бұрын біз алдыңғы сабағымызға бір шолу жасайық. Ағылшын тіліндегі есімдіктер бізде I, мен, you, сен, he, she, it, ол, you, сендер, we, біз, they, олар. Міне осылай болып бөлінеді, ал бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымызда осы есімдіктерді қалай тәуелденетінін қарастырамыз. Бірінші I, яғни мен. I есімдігі тәуелденген кезде my болып өзгереді, яғни менің. Келесі you, сен. Тәуелденген кезде your болады. Аяқ жағына R әріпін қосамыз, сонда your, сенің болып тәуелденеді. He, ол ер адамға байланысты айтылады, тәуелденген кезде his болып өзгереді, яғни оның. Келесі she, ол әйел адамға байланысты her болып өзгереді, яғни оның. Келесі it сөзі, ол жансыз затқа айтылады. It сөзіне s жалғап, яғни its, оның деп тәуелденеді. Келесі you, сендер. Your, сендердің. You сөзі біз ағылшын тілінде білеміз. Осы you сөзінің сен және сендер деген мағына беретінін. Яғни бір ғана түрде you болып жазылады. Одан кейін we, біз. Our, біздің. They, олар. Their, олардың болып тәуелденеді. Тағы бір қайталап шығайық. My, менің. Your, сенің. His, оның, ер адамға айтылады. Her, оның, әйел адамға айтылады. Its, оның, ол жансыз затқа айтылады. Your, сендердің. Our, біздің. Their, олардың. Міне осылай тәуелденеді. Енді бізде осы тәуелдік есімдіктерден кейін ылғи да зат есімдіктер қолданылады. Мысалы, my cat, менің мысығым. Your car, сенің көлігің. His bag, оның сөмкесі. Her diary, оның күнделігі. Our phone, біздің телефон. Their children, олардың балалары. Бұл жерде cat, car, bag, diary, phone, children, бұлардың барлығы бізде зат есім болып табылады. Яғни мысық, көлік, сөмке, күнделік, phone, телефон, children, балалар. Яғни бізде тәуелдік есімдіктерден кейін ылғи зат есім келеді. Осыны түртіп жазып алыңыздар. Енді мысалдарды қарастырайық. Бірінші, I'm Italian. Мен итальяндықпын. Ал екінші бағандағы мысалға қарайық. My family are from Rome. Менің отбасым Римнан. Яғни бұл жерде тәуелденіп менің отбасым туралы айтылып жатыр. Яғни I тәуелденіп my болып өзгерді. Келесі мысал. You are in level 1. Сен бірінші деңгейдесің. This is your classroom. Бұл сенің класс сыныбың, немесе класс бөлмең. Демек, бұл жерде you сөзі your болып тәуелденіп тұр. Келесі мысал. He is the director. Ол директор. His name is Michael. Оның есімі Michael. He, his болып тәуелденіп тұр. Келесі. She is your teacher. Ол сенің мұғалімің. Her name is Tina. Оның есімі Tina.
she деген сөзіміз her болып тәуелденіп жатыр. Келесі мысал, it is a school. Бұл мектеп. Its name is Queen's School. Оның есімі ханшайымның мектебі деп аударылады. Яғни ол оның болып тәуелденіп тұр. We are an international school. Біз халықаралық мектеппіз. Our students are from many different countries. Біздің студенттер әртүрлі басқа мемлекеттерден. Яғни біз сөзі біздің болып тәуелденді. We, our болып тәуелденіп тұр. Соңғы мысал, they. They are new students. Олар жаңа студенттер. Their name are David and Emma. Олардың есімі Давид және Эмма. Бұл жерде they сөзі their болып тәуелденді, яғни олар, олардың. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі тақырып түсінікті деп ойлаймын. Видеоны 2-3 рет көрсеңіздер, толықтай түсінесіздер. Бұл жерде бізде үй тапсырмасы, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, сонда естеріңізде қалады. Бұл жердегі мысалды бірінші оқып кетейін. Mark and Simon are friends. Марк пен Симон достар. They and their are in class 2. Олар 2-ші класста болып аударылуы керек, сонда біз they'ді қоямыз. Their болса, олардың 2-ші класста болып аударылады. Дәл осылай, төмендегі 10 мысалды дәптерімізге дұрысын жазып шығамыз. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар. Келесі сабақта көріскенше.